Не дәмді ертегі. Ертеде бір бас қосқанда құстар мен хайуанаттар қандай тамақтың дәмді екенін талқылапты. Сонда тауық кербезденіп тұрып айтыпты: ең дәмді тамақ тары депті қыт-қыттап. Тапқан екенсің дәмді тамақты, кеміріп жейтін сүйекке не жетсін, дейді ит абалап. Ой, бәріңде не білесіңдер? Күтірлетіп жейтін сәбізден артық еш нәрсе жоқ, дейді қоян, екі құлағын тікірейтіп. Балғын шөптің дәмінен артық не болушы еді, деп сиыр мөңірепті. Шіркін, қою сүтті айтсаңдаршы бәрінен де, деп мысық тамсанады. Сөйтіп, әркім өзі сүйетін тағамды мақтап, қызыл кеңірдек болып, бір келісімге келе алмай тарасыпты. Соңы. Ертегі ұнаса, үлкендерге түсінгендеріңді айтып көріңдер. Лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Достарыңмен бөлісіңдер.